Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен біз бүгін осындай нәп-нәзік болып шығатын өте дәмді десерттердің бірі қаймақты бәліш дайындайтын боламыз. Орысша айтқанда сметаник дайындаймыз. Бұл рецепттің әлеуметтік желіде салуан түрі бар. Бірақ міндетті түрде осы мен көрсеткен рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Барлығында дұрыс шығатынына мен сенімдімін. Және өте қарапайым ингредиенттер, қолжетімді ингредиенттер кетеді. Сондықтан видеоны бірінші соңына дейін қарап алыңыздар. Ең алдымен еліктен өткізілген ұнға сары майымызды араластырып, осылай ұнтақты масса жасаймыз. Сары майымыз қатты жұмсақ болмауы керек, әйтпесе еріп кетеді. Қант қосамыз, осылай песочное тесто жасалынады. Содан соң барып, үстіне 2 жұмыртқаны жарып салып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Сары майымыз егер қатты жұмсақ болғанда, бұл қамырымыз біздің қатты еріп кетуі мүмкін. Сондықтан сары май қатты жұмсақ болмауы қажет. Енді табамызға осы иленген қамырымызды осылай орналастырып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, барлығы біркелкі болуы қажет. Міне, енді бұны тоңазытқышқа салып қоямыз. Содан соң қаймақты салмасын жасаймыз. Ол үшін бізге қаймақ қажет болады. Қаймақтың үстіне 2 жұмыртқаны жарып салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Үстіне қант қосамыз және крахмал қосамыз. Егер сіздерде крахмал болмаса, ұн қосуға болады, бірақ ұн қосқан кезде 10 грамм көбірек қосуларыңыз қажет. Өйткені ұн немесе крахмал қоспасақ, бұл сұйық масса болғандықтан ортасы дұрыс піспей қалады. Енді жаңағы тоңазытқыштағы қамырымызды аламыз, үстіне қаймақты, яғни салманы, начинканы құямыз. Содан соң 180 градус қызып тұрған пешімізде 50 минуттай пісіріп аламыз. Міне, менде осындай болып шықты. Ортасы сәл-сәл жұмсақ болады. Бұны міндетті түрде тоңазытқышқа салып қою керек. Сол кезде іші де кішкене қатайып, және ортасы да кішкене түседі. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай, осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Ортасы таза пісуі қажет. Сол үшін міндетті түрде 40-50 минуттай пісіру қажет. Бұл десерттің ерекшелігі тура чизкейк секілді болып шығады. Бірақ чизкейктен айырмашылығы чизкейкке қосылатындай қымбат ингредиенттерді қажет етпейді. Ингредиенттердің барлығы қолжетімді. Сондықтан достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұны өмірлеріңізде бір рет болсын жеп көрулеріңіз қажет. Әлеуметтік желілерде де бұл ең танымал десерттердің бірі. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір жазып, маған жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.